Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Қалмұрат Айдынбек. Бүгін бізде мотошолу каналы. Бүгін алдарыңызда көрсетілетін мотоциклдер ол Желмая 200 куб және Желмая 200 куб. Тек қана дизайндерінде айырмашылық, және бүгін осын салыстыратын боламыз. Кеттік. Олай болса, алдарыңызда 200 куб Т22 моделі мен 200 куб М16 моделін сіздерге бүгін салыстырып көрсететін боламыз. Және де екеуі де 200 куб, екеуінің де моторы 200 куб. Тек қана Т22 М16 болып бөлінеді. Оны сіздерге айта кетейін. Т моделі осындай дизайнде жүреді. Яғни Қытайша айтқанда бұл тайзы деген Қытайлардың өзінің несі бар, со бойынша Т деген әріппен кеткен. Және Т22 деген саны не үшін ол шығарылымы. Бұрын Т18-і, бұның Т18 моделі 250 куб болып кеткен. Қазір 200 кубтың қазір Т22 модельдері кіріп жатыр. Жыл жаңарған сайын Т23-і, Т24-і деген сияқты солай болады. Өздеріңіз білесіздер, 2019 жылдың аяғында Желмая 200 кубтың М5 және М7 деген модельдер кірген болатын. Қазіргі бүгінгі біздің таңда М16 моделін көріп отырсыздар. Осы екеуінің қысқаша модельдеріне таныстырып өттім деп ойлаймын. Бұны батыс жақта көбінде байкерский түрі деп жатады. Ал бұл классика ретінде кетіп жатыр. Негізі екеуі де классика ретінде жүреді. Моторлары прям бір мотор салынған, тек қана сыртқы дизайндарында. Мінекей, алдыңғы доңғалақтары бұл жерде де 18, бұл жерде де 18. Алдыңғы покрышкаларында ешқандай разница жоқ, бірақ дискларына мен қарап отырсаңыздар, ішкі титандарында біраз разница бар. Мына жерде қарап отырсаңыздар, екеуі де алюминий, бірақ дизайны басқалай жасалынған. Ал амортизаторына келетін болсақ та, амортизаторында да екеуінің разница бар. Мынаны сәл жіңішкерек кеткен, бірақ механизмі жақсы жұмыс жасайды. Бұл классика ретінде осындай дизайнде кеткен. Бұрынғы шығып жатқан бізде GCX Suzuki деген мотоцикл болды. Нарықта бар, қарап отырсаңыздар. Көп нарықтарда қойылған амортизатор бұған да қойылған. Ал бұныкі басқалай жүреді, сәл қысқарақ болады. Алдыңғы крылосында да разница бар. Бұныкі доңғалаққа жақынырақ қойылған Т22 моделінде. Ал М16-да крылосы, яғни биік орнатылған. Батпақ қағары биік орнатылған. Алдыңғы тормоздарында да разница бар, айырмашылығы бар. Алдыңғы тормозы бұда барабанмен жүреді, ал бұда дисковый болады. Бұны көрсеңіздер де болады. Дисковый алдыңғы, ал арт жағы барабанмен бұныкі. Ал М16-нікі де барабан, өздеріңіз білесіздер. Алдыңғы видеода мен бұны таныстырып та өткем. Ал фарларына келетін болсақ, фарларында екеуінің жарық шағу, жарық жану
мында ешқандай разница жоқ. Бұл жерде де LED фар, ақ фар, яғни бұл жерде де LED фар орнатылған. Тек бұл жерде подфарнигі бар, және подфарнигі бұның әдемі жанады. Бұл күндіз болып тұрғаннан дұрыс көрінбеуі мүмкін. Алдында осындай подфарнигі бар. Алдыңғы жүк салғыш немесе қорғаныш істеуге болады. Екеуінікі де көп айырмашылығы жоқ. Екеуіне де орнатылған, тек светтері ғана. Бұл жерде ақ светі, бұл жерде қара свет орнатылған. Так, ендігі бізде кезек щитокқа келсін. Так, щитокта бізде Т22 моделінде осылайынан орналасқан, екі жағында домалақ, бірақ жаңағындай скоростары осы жерде көрсетіледі. 1, 2, 3, 4 қатар бойынша көрсетіледі. Тахометр 12-ге дейін, скорысы, максимальный скорысы 120-ға дейін көрсетіліп тұр. Үстіңгі жағында бізде өзінің километрі, қазір 1 километр жүрген. Ал астында өзіңіз жанын бұрау арқылы өзіңіз бір километрлерді мысалы қоя аласыз. Мына жерге мысалы 0-ге қойып бір жерге бару қашықтығын есептеуге пайдалы. Так, мына жақта бізде алыс және жақын шырақтары жанады. Мына жерде нейтралка жанады. Ал мына жақта екі жақ жарық шамдары, бұрылыс шамдары қосылады. Бұл жерде өзінің комплектациясымен жүретін магнитофоны осылай орнатылған Т22 моделінде. Және біз қазір М16-ның щитогына келейік. М16-ның щитогы мінекей осылайынан көрсетілген. Жаңа Т22-ден қарағанда айырмашылығын өздеріңіз көріп отырсыздар. Скоростқа көрсетілуі бұда электронный мына жерде көрсетіледі. Және 1, 2, 3, 4, 5 мына жерде бензиннің өлшемі қанша қалғаны. Тахометр бұл жерде 11-ге дейін екен. Ал максимальный скоросты бұл жерде 160. Бұл жерде жаңағындай километрлер өзінің роднойы. Мына жерде өзіңіз қоя алатын, тоже жанын бұрау арқылы қоя алады екенсіз бұны да. Және бұл жерде нейтралка, алыс жақын шамдары, екі жақ бұрылысы екі жағында орнатылған. Және де жаңағындай бірдей магнитофоны орнатылған. Енді рөлдеріне келетін болсақ, екеуінің рөлдерінде көп айырмашылық жоқ деп айтқым келеді. Сыртқы қорғаныстарда бұл жерде тек қана светі басқа, қара свет, ал бұл жерде ақ свет орнатылған. Рөлде ешқандай разница жоқ болды. Айырмашылық алдыңғы дисковый деп айтқанбыз Т22 моделінде жаңағындай жидкісі осы жерінде орнатылған. Осы жерден сіз көре аласыз. Мына жерде жазылып тұр екен, даже өзінде деңгейлері. Осы жерден көре аласыз, және осы жерден жидкісіңізді құя аласыз. Шырақтары да бұл жерде сәл өзгешелік бар екен. Тек қана сыртқы дизайнда деп айтқым келеді, бұрылыс шырақтары. Ал бізде бакқа келейік. Бізде бактың ашылу тәсілі де екеуінікі екі бөлек екен. Т22-ның багын ашып көрейік қалай екен. Жай ғана қолға алдына салады. Бұл жерге бензин қоясыз. Салар кезде дұрысынан қоясыз да, жай ғана баса саласыз. Аузын осылай жауып қоясыз. Ал 200 куб М16-ның багы осылайынан көрінеді. Ашу сәті оңға бұрадық, тарттық. Бұл қолға алынбайды, яғни жай ғана ашылады. Бұл жерге бензиніңізді құйып алғаннан кейін жай ғана бүйтіп жауамыз да, қолмен басып қаламыз, кілт тағамыз. Бұның бетіндегі қорғанысы кілт салатын жерге жай ғана бетіне жауыла салады. Бұл жерде бактың размері 11 литр және қосымша 2 литрі жүреді. Ол жаңағындай бізге қосалқы запас ретінде жүріледі. Бізге 11 литр қосамыз 2 литр, сонда 13 литр бұл бак. Және бактың қалыңдығы 0,8 мм. Обычный басқа мотоциклдерден қарағанда 0,2 мм қалың бұл Женмаяның осы түрлерінің бактары. Ал бұл жерде де М моделінде де дәл солай. Қарап отырсаңыздар, тоже 11 литр запасной, жаңағындай қосымша бізде тағы 2 литр қойып беріледі. Оны қосу бізде мына жердегі крайник арқылы жүзеге асырылады. Оны мен сіздерге үйреткен болатынмын. Астыға жаңағындай полный бак 11 литр құйып жүресіз. 11 литріңіз біткен кезде 90 градусқа жоғары қаратамыз. Бактан түскен крайникті сол кезде қосымша 2 литр қойылады. Ол жаңағындай біздің келесі заправкаға жетуімізге көмегін, септігін тигізеді. Бұл жерде 0,8 мм, қалған мотоциклдерден қарағанда 0,2 мм қалыңдық бар бакта.
Экөөнүн айырмашылыгын, бактын айырмашылыгын айтып жатырмын. Тек дизайндарында баска, жанагы крышка баары калай какпагын калай ачуу керектигин баары көрсөттүм. Алдыңкы дугаларында экөөнү да бир дуга салынган. Оған эч токтолуудун кажети жок деп ойлойм. Және моторуна да 164 мм 200 кубтук мотор салынган, экөөнү де салынган. Экөөнүн айырмашылыгы да жок, аны видеодон да көрүп отурсуздар деп ойлоймун. Барлык деталына токтоло беретін болсак, убактыбыз өтө көп кетейин деп тур. Скоростка ауыстыратын жана аяк тирейтин подножка деймиз го. Сонун баарына токтоло берсек те, баарынын кызмет көрсөтүүгө бир тек гана дизайны баскалай орнатылган дегим келет. Және де боковой крышкасы бұл жерде өздеріңіз білесіздер, М модельдерінде темір болып жүреді. Ал бізде Т моделінде ол кішкентай ғана болып орнатылған, тек қана бұл жерде пластмасс жүреді. Бұны ешқандай кілтсіз, замоксыз сіз аша аласыз. Үстік аяқтарын тарту арқылы ғана аша аласыз. Және артқы адамның, пассажир адамның қоятын, аяқ қоятынында екеуінің сәл мынау Т моделінде сәл кішкентай жүреді, ал М моделінде сәл үлкендеу болады, және де ұзындау болады. Алдыңғы жағы белдік болттарына бекітілген болады. Және септе бұл жерде қорғаныс орнатылған, септің защитасы деп айта берсем қателеспеймін. Бұл жерде септің защитасы орнатылған. Ал бізде Т моделінде қарап отырсаңыздар, тек қана үстіңгі бөлшегінде ғана орнатылған. Және де артқы бізде амортизаторларында разница бар, айырмашылық бар. Бұл жерде бір қабаттық пружина орнатылған. Екеуінің қызмет көрсетілу уақыты және сапасы қарайлас болып келеді, бірақ айырмашылығы сыртқы дизайнында дегім келеді. Ал бізде М16 моделінде қарап отырсаңыздар, пружинасы екеу ішкі жағында кішкентай орнатылған, сыртында үлкен орнатылған. Ал екеуінің де басқы бекітетін жері, аяққа бекітетін жерлері бірдей. Бұл жерде Т моделінің ең үлкен айырмашылығы ол артқы доңғалақтың бізде 16-лық размерде болуы. 110-да 90-16-лық размер орнатылған. Және бұл бізге нені береді? Алдыңғы доңғалақтан қарағанда артқы доңғалақ кішкентайлығын береді, 16-лық екенін береді. Ал бізде М моделінде артқы доңғалақ бізде 350-де 18-дік размерді береді. Ал алдыңғысы 325-де 18. Бұл жерде тек айырмашылығы 18-дігінде емес, артыда 18. Тек қана ені дейін ба, короче, ширинасы бізде сәл 325-дікі, 350-дікі артқы жағы біраз жалпақтау алдынан қарағанда. Тек айырмашылығы сол жерде қана бізде алдартының. Бұл 18-дік размерлер бізге қандай плюсын береді? Егерде сізде М16 мотоциклін алып, немесе уже қолданыста жүрген болсаңыз, немесе ойланып алдағы уақытта алатын болсаңыз, бұл М модельдерінің алдыңғы артқы доңғалақтарына ИЖ планета дейміз ғой, солардың 18-дік протектор доңғалақтарын сала аласыз. Сондай бұл жерде плюсын береді 18-діктің. Артқы біздің жүк салғыштары және артқы жарық габарит дейміз ғой, жарықтарын қорғайтын бұл жерде Т моделінде өте жақсы істелінген. Қарап отырсаңыздар, темірлермен қоршалынған. Бұл өз кезегінде өзінің плюсын береді дегім келеді. Және жүк салғыштары екеуінікі бірдейлеу келеді. Тек бұл жерде артқы габариттерінде бұл жерде сәл ішке қарай кірген, және дизайн өздеріңіз білесіздер. Бұл жерде қорғаныс орнатылмаған. Артқы жағында мынандай өзінің бір темір орнатылған. Бұл Т моделінде де бар, көріп отырсаңыздар. Ризгабиктер бәрі бірдей болады, батпақ қағарлары. Және де Т моделінде осындай бізде арқа тірегіш орнатылған. Және бұған мен қазір отырып көремін. Бұл жерде аяғыңызды М моделіндегіндей бұлай емен-еркін жіберіп отыра алмайсыз. Жай ғана аяғыңызды тартыңқырап, бұл артқы адамға, кішкентай бала болсын, өте өзінің ыңғайлы, қауіпсіз болады. Орындықтарының айырмашылығы бұл жерде белдемші бізде осындай ремень ретінде орнатылған. Бұл жерде өзіміздің комплектовать етіп беретін бізде өзінің орындық жапқыш, яғни чехолын біз салып қойғанбыз. Алдын ала бұл жерде чехол тұр, өзінікіне кожа болады. Артқы жағы М моделінен қарағанда сәл жалпағырақ. Біз өзіміз камерадан көріп тұрған боларсыздар. Алдыңғы жағы сәл жіңішкереу, бірақ артқы жағы біраз жалпақтау келеді М моделінен қарағанда. Және де
ауылдық жерлерге бір алып қосарымды айта кетейін. Бұл жерге яғни көрпеше қойып алуларыңызға болады, бұл өздеріңізге. Бұл жерде бізде М модельдің орындығы алды мен арт жағының айырмашылығы көп жоқ. Бұл жерде де алдыңғы водитель жақтікі сәл ала-салау бүйтіп көлбеңдеу орнатылған, артқы пассажир жақтікі де Т моделінен қарағанда сәл кішкентейлеу, бірақ бәрібір де бұл ыңғайлы сіз отырғанға жұмсақ. Және бұл жерде де орындық қаптағыш және чехолы комплектовать етіп өзімен бірге салынып қойған алдын ала. Олай болса, бүгінгі біздің 16 ақпан күні түсіріліміміз аяғына дейін жетіп қалды. Екеуінің айырмашылықтарын сіздерге өзім білгенімше жеткіз алдым деп ойлаймын. Өздеріңіз көресіздер айырмашылығын бәрін. Және бұл жерде сіздерге айта кететін ең бір маңызды жайт ол Т моделінің өзінің жұмсақтығымен бұл халық арасында айтылып жүр. Осындай Т модель бар кісілерден де сұрасаңыздар болады. Өзім де білем бұны. Бұл М моделінен қарағанда сәл жұмсағырақ болады. Бұл бізге нені береді? Бұл бізде жолсыз жерлерде мал қарағанда ұзақ уақыт жүрген кезде мына почкамызға не болмайды жаңағыдай. Үлкен кісілерге айтарым бұл. Үлкен кісілерге бұл таптырмайтын жағдай. Ал жас балаларға бұл да келе береді. Әсіресе бұл ондай бір қатты бір почканы отырғызып тастайды деген сөз жоқ. Жай ғана сәл ауыруы мүмкін. Көп ұзақ уақыт жүрген кезде, мысалы таңнан кешке дейін мал жоғалғанда, мал іздегенде бұл мысалы көп ауылдық жерлерде қырларда жүреді. Мысалы таңнан кешке дейін жүруі мүмкін. Сол кездегі жайттарды айтып жатырмын. Және бүгін сіздерге ақырына қарай бұны қалай жүргізу керек, қыздырып, өзім екеуін де жүріп сіздерге көрсететін боламын. Олай болса кеттік. Қазір бізде Т моделі өзін завайтталып қосылып тұр. Және де менің бойым өшіп қалды, қазір қоса саламыз. Менің бойым 1.75, яғни Т моделінде отырғанда мінекей. Қазір сіздердің алдарыңызда жүріп көрсететін боламын. Сіздерге тартысын бір көрсетіп жүрейін. Опа. Өздеріңіз көргендей Т моделімен жүріп көрдім. Қазір бізде М моделімен көреміз. М модель қазір үлкен тіремесінде тұр. Одан түсірдік. Мінекей. Бұл жерде де енді анша бір аласа дегім келмейді. Бұны да бір ондай бір биік дегім келмейді. Бойым 1.75. Мінекей аяғым емен-еркін, мінекей қарасаңыз жетіп тұр. Бензин бұл жерде біз тек қана карбюраторға қойғанбыз. Бұл не деп сұрақ қоюларыңыз мүмкін. Бізде қазір бакта бензин жоқ. Өйткені басқа қалаға біз отправка жібергенде камазистер және фурадағы және пойыздағы кісілер бензин болса алмайды қауіпсіздік үшін. Тек қана біз карбюраторға прямой мынандай шлангмен жалғап отырмыз. Олай болса көп сөйлемей бастаймыз. Қазір бізде онда М моделімен жүріп көреміз. Тартысын көреміз.
Бұл жерде біз қатты да бұны қинап қоя алмаймыз, себебі өзінің обкаткасынан шыққан жоқ, және бензинде бұл жерде дұрыс барып тұрған жоқ. Өздеріңіз көріп тұрғандай, сіздерге жай ғана жүріп, біраз болсын тартысын, бәрін айырмашылығын көрсетіп жатырмыз. Назарларыңызға рахмет. Қазір сіздерге нарықтағы бағасын айтып өте кетейін. Желмая 200 куб, екеуінің де бағасы нарықта бір, нарықтағы бағасы 400 мың теңгені құрайды. Бұл ешқандай жолы доставкасы кірмейді. Басқа қалаларға доставка төлеу үшін оны өздеріңіз барғасын, болмаса осы жақтан камазистермен, фурамен келісіп салып жүруге болады. Олай болса, бүгінгі біздің түсірілім осымен аяқталды. Сіздермен болған мен Қалмұрат Айдынбек. Каналға тіркеліп, видео ұнаған болатын болса тарқатып, жақында бұйыртса 1000 оқырманға жетеміз. Қаншалықты оқырман көбейген сайын, қаншалықты астыға комментария жазылған сайын, лайктар басылған сайын, менің түсірілімге деген өзімнің мотивациям оянып, қазірде мотивациямен түсіріп жүріп деп ойлаймын. Сонда да болсын, маған қолдау болушы еді. Сондықтан назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Қалмұрат Айдынбек. Каналға тіркеліп, колокольчик басып қойыңыздар. Рахмет сіздерге.